Алсаңыз, әрқайсымыз көбінді Алла берген өмірде көбірек жүрсек деп ойлаймыз ғой. Сондықтан сол Алла берген өмірге көбірек біз Алла өз тағала айтады, негізі жазып кеткен. Егер де мен адамзатқа 2 нығмет берген дейді. Сол 2 нығметті адамдар дұрыс пайдаланбайды дейді. Біріншісі денсаулық. Біз дұрыс пайдаланбаймыз. Екінші нәрсе ол уақыт. Сондықтан осы 2 нәрсені біз дұрыс пайдаланатын болсақ, біздің өміріміз негізі жаман болмайды, құрметті кәсіпкерлер. Мен бүгін енді осы компания MBA-дің дәрумендері жайлы кішкене әңгіме айтып кетемін. Сіздер де бәріңіз білесіздер, 1939 жылы Карл Ремберг алғашқы өзінің ойынан ойлап шығарған ол дабл AIDS. Мен бұл тек қана бір ғана зат жайлы айтамын бүгін. Бұлайша біз енді кезінде бак дедік, қазір бак дейміз. Яғни белсенді биологиялық қоспалар. Сол жайлы чеснок, кәдімгі қазақшасы сарымсақ. Чеснок, сарымсақ бәріміз жеп жүрміз ғой. Сол жайлы мен сіздерге кішкене ақпарат беремін. 1971 жылы ЮНЕСКО Тибетте экспедиция жасайды. Сөйтіп экспедиция Тибет халқы жайлы білесіздер, Тибеттің медицинасы жайлы білесіздер. Сонымен сол жерде бір қолжазба табады. Ескі қолжазба табады, ескі қолжазбаны кейіннен соны зерттеп отырып келтірген кезде 5000 жыл бұрын сол Тибеттегі азаматтар сол чеснокты пайдаланған екен. И сол чеснокты қолжазбаны толық тексеріп шыққаннан кейін чеснокты 5000 жыл бұрын сол Тибетте эликсир мол істейді. Жасты ұзарту үшін қолданған екен. 5000 жыл бұрын. Онан кейін келіп біздің Құранның 6-шы ғасырда, 7-ші ғасырда пайда болған білесіздер. Сол кезде Құранда да Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи да ол біздің сарымсақ жайлы көп әңгіме айтады. Пайғамбарымыз айтады, сарымсақ жеңдер. Сарымсақ 144 аурудың алдын ала қайтарады дейді. И сонымен ЮНЕСКО-дан зерттеушілер қолжазбаны қараған кезде, олар қалай дайындаған Қытай, Тибеттегі Қытай ағайындар. Олар алады екен 200 грамм чеснокты майдалайды жасылап, сөйтіп 320 грамм. Соны алады да банкке салады. И онан кейін спирт, 200 грамм спирт қояды. Сонымен настойка тұлдырады, и сонымен қараңғы жерге 10 күн қойып қояды. И 10 күннен кейін алады да оны сүзеді. Сүзіп, қайтадан 10 күнге қояды салқын жерге. И сонан кейін барып, оны бір қасық кәдімгі шайнай ложкамен, бір қасық күнде 3 рет сүтпен қабылдаған. Сол адамның өмірін ұзартып отырған. И бұны 5 жыл сайын тек бір ақ қайталап отырған. Чесноктың қадірін бұдан 5000 жыл бұрын білген. Енді ол кезде ешқандай ғылым жоқ, ешқандай микроскоптар жоқ. Қалай олай білген? Қалай 7-ші ғасырда біздің Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи қалайша чесноктың, сарымсақтың қадірін қалай білген? Ол кезде ешқандай микроскоп, ешқандай ғылым дамымаған кезде. Енді қазір біз сізге сол именно сарымсақтың именно қандай қасиеті бар екенін видео көрсетеміз.